Hazreti Пайғамбарымыздың хадистеріне сүйене отырып, ақыр заманның кіші белгілерінен бірнешеуін келтіре кетейік. Hazreti Мұхаммедтің жер бетіне пайғамбар болып жіберілуінің өзі ақыр заманның алғашқы белгісі. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қияметпен мен бірге жіберілдім деп сұқ саусағы мен ортаншы саусағын қимылдатып көрсеткені жайында деректер бар. Қияметтің белгілерінің бірі дін ілімі азаяды, сауатсыздық көбейеді, зина жасау етек алады, әйелдер көбейіп, еркектер азаяды. Тіпті 50 әйелдің бір ғана қараушысы болады. Әйелдердің саны ер кісілердің санына қарағанда әлдеқайда көп болады. Расулалла саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен сөйлесіп жатқанда бір түздік араб келіп, қияметтің қашан болатындығын сұрағанда, оған аманат аяқ асты етілген кезде қияметті күте бер дейді. Сонда түздік араб кісі мұны қалай түсінсек болады дегенде пайғамбарымыз қызмет өз маманына берілмеген кезде қияметті күте бер деп жауап береді. Көп қабатты үйлердің салынуы, өз ісінің маманы емес кісілердің сөз сөйлеуі мен билік етуі, адам өлтіру оқиғасының көбеюі, жалаң аяқ, жалаңаш және кедей шопандардың да үй салуда бір-бірімен жарысқандарын көресіңдер. Мен Аллахтың елшісімін деп өзін пайғамбармын деп жаралайтын 30-ға жуық жалғаншы дәжжалдар шығады. Зілзаланың көбеюі, көптеген бүліктер етек алуы, жөнсіз жерде адам өлтіру көбейеді. Екі үлкен ислам әскерлері бір-бірімен шайқаспайынша қиямет болмайды. Бұл дүние судай болып ақпайынша фитналар және сөзсіз жерде адам өлтіру көбеймейінше қиямет болмайды. Осы хадистермен мазмұндас көптеген хадистер бар. Олардың бәрін тізбектеп айтудың орнына бірнеше мысалын шектеуді жөн көрдік. Имам Шарани ақыр заманның белгілері жайында Әбу Нуайманның руаят еткен мына хадисінде Hazreti Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдар арасында мынадай жайттардың етек алатындығын хабардар береді. Адамдар намаздарын қаза етеді, тіпті оқымайды. Нәпсіге бой алдыру және ойына келгенін жасайды. Аманатқа қиянат жасайды. Харам нәрселерді халал деп санайды. Өсінен түскен ақшаны ойланбастан жейді. Пара алушылық көбейеді. Зәулім үйлер салынады. Дүниеге қызығып дінін сатады. Туыстық қатынастар үзіледі. Төрешілер мен қазылар үкімі сататын болады. Жастардың үкімет басына келуі, жабайы аңдардың терілерінен киімдер тігіліп киіледі. Ерлі зайыптардың ажырасуы көбейеді. Зина жасау етек алады. Сенімді адам кісілердің опасыз адамдай көрінеді. Опасыз өтірікші кісілер сенімді халге келеді. Жала жабу мен жалған куәгерлік көбейеді. Жауыннан апаттар, селдер болады. Зекет берілмейтін болады. Ішімдік ішу көбейеді. Бұл кездерде кейбір пасық, өтірікші, күнәһар өкімет ел басылары мен әкімдер болады. Балаларды тәрбиелейтін тәрбиешілер болады. Құран оқитын пасық және күнәһар хафыздар болады. Жағымсыз ғалымдар болады. Опасыз, өтірікші саудагерлер болады. Құран кәрімді әшекейлеу әдетке айналады. Мұнаралары биік болады. Бастықтар көбейеді. Дін ілімін беретін ғалымдар, фақиһтер азаяды. Сенімді кісілер азаяды. Кедейлер көбейеді. Аллахтың қойған жазалары жарамсыз болып жүрмейді. Әнші қыздар көбейеді. Тараздан жеу көбейеді. Әйел өзінің бастығынан босанатын болады. Әйелдер өздерін еркектерге, еркектер де өздерін әйелдерге ұқсататын болады. Тек таныс кісілерге ғана сәлем беріледі. Ілім құлшылық ету үшін емес, дүние табу үшін оқылатын болады. Ол кезде адамдар арасында кәпірлер мен залымдардың мәртебесі биік болып құрмет етіледі. Ол кезде адамдар арасында екіжүзділер және күнәһарлар басым әрі күшті болады. Надандар мәртебелі болады. Тақуа кісілер адамдар арасында келеке, мазаққа айналады. Hazreti Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыр заман таяғанда болатын жағдайларды осылайша 14 ғасыр бұрын үмметіне айтып кеткен. Осы айтылған мәселелерге қарап отырсаңыз, ақыр заманның көптеген белгілері бүгінгі техногендік ғасырымыздың дертіне айналып отыр.